Ақтоғай мен Бозшакөл кенішінде еңбек персоналын іріктеумен айналысқан кеңселер ақпан айына дейін жабылады. Олар тестілеу нәтижесін қорытпақ. Салынып жатқан кеніштердің командасының үміткерлер іріктеу 8 ай бойы жүргізілді. Осы уақыт аралығында 1800-ден астам адам өтініш білдіріпті. Оның 80%-ы тестілеуден сүрінбей өтті. Аталған сатыдан өткен үміткерлер әңгімелесуге шақырылады. Ол ақпан айында басталады деген жоспар бар. Тікелей басшымен әңгімелесуден кейін жұмысқа шақыртуға болатын үміткерлер шоғырын жасақтаймыз және оларды қосымша оқуға жібереміз. Естеріңізге сала кетсек, 2013 жылы мамыр айында әлемдегі түрен түспеген ірі мыс кеніштері Ақтоғай мен Бозшакөлге еңбек ұжымын іріктеу жобасы іске қосылған болатын. Осы бір ұзақ мерзімдік жобаларды іске қосу Қазақмыстың алдағы уақытта өндірісті 60%-ға арттыруына мүмкіндік береді. Болашақ кеніштердің жұмысшылар командасы компанияның өз қызметкерлері арасында іріктеліп алынады. Компания «Казахмыс» богата. Қазақмыс компаниясында білікті мамандар жеткілікті. Біз өз қызметкерлерімізді 5 саусақтай жақсы білеміз. Енді оларды Бозшакөл мен Ақтоғай өндіріс ошағындағы орналасқан заманауи қондырғылармен жұмыс істеуге үйретсек жетіп жатыр. Бастапқыда Қазақмыс қызметкерлері осындай ауқымды жобаларды іске асыруда мол тәжірибе жинақтаған шетелдік мамандармен бірге жұмыс істеді. Аталған жобаларда Канада, Австралия, Ұлыбритания сынды әлемнің өзге де елдерінен 90-ға жуық кәсіби маман шақырылмақ. Оның 27-сі қазірдің өзінде команда құрамына қосылып та үлгерді. Шетелдік мамандардың негізгі міндеті кәсіпорындарды іске қосып, технологиялық процесті құру. 2 жылдан кейін Ақтоғай мен Бозшакөл жобаларын толығымен жергілікті мамандар басқаратын болады. Сол себепті HR бөлімінің басты міндеті кадрлар резервін даярлау. Бірінші кезектегі міндет бүгінгі шетелдік мамандар жұмыс істеп жатқан орындарға маман даярлау. Алдағы ақпан айында барлық кеңселер іріктеуге қатысқысы келетін үміткерлердің өтініштерін қайта қабылдай бастады. Жақын келешекте Қазақмыстың көшін бастайтын жобалардың HR директорлармен болған сұхбаттың толық нұсқасын біз Қазақмыс порталынан оқуға болады. Қажетті байланыс телефондарда сол жерден таба аласыз.